Ölüm kүйі тәтті күй. Ал дейді жаным бұл күйді. Мені де өлім әлдиле, әлдиле, өлім әлдиле. Қар орманның шетінде, нағыз жердің өтінде өскен жалғыз жас қайың былқ-сылқ етіп билеген сылдыр-сылдыр күйлері болсын онда не бар? Сол жас қайың құлап басында желі жылап. Жер бетінде адамзатпен бірге қуыршақтар да өмір сүреді. Олардың өздерінің қалалары, ауылдары, заңдары, әдет-ғұрыптары болғанмен, олар адамзат баласына бағынышты болды. Жыл сайын күн туар кезде олар салық ретінде өздерінің балаларын адамдарға өткізіп отырады екен. Бірақ адамзатқа өткізілген қуыршақтың балаларының бірде-бірі ата-анасына тіге қайтпаған дейді. Жыл сайын күн туғылаған кезде қуыршақтар елінде жатпай жоқтау басталады. Қуыршақтардың зарлы даусынан жер мен көктің үсті күңіренеді. Сол замандарда қара сиырмен айналысатын бір әйелдің беті жоқ мүгедек болып туған жалғыз қызы бар екен. Ол сол қызына қара сиырдың құпиясын үйретіп, орманда жалғыз тұрады екен. Қатыгез дәуірдің заңына бағынып, ол да өзінің әлгі беті жоқ қуыршақ қызын адамзат баласына өткізуге тура келеді. Сонда әлгі өзінің тағдырластарымен барған беті жоқ қуыршақ қыз қасындағы қуыршақтарға қара сиырдың құпиясын үйреткен болды. Сол заматтан бастап адамзаттар елінде сәбилер өлімі неден алыпты. Олар қорққаннан жүректері жарылып өле берген екен. Ашу болған адамдар қуыршақтар еліне қайта-қайта шабуыл жасап, тыныштық бермепті. Зарлаған қуыршақтардың даусын естіген Құдай Тағала адамзатқа қатты қапаланып, бүкіл қуыршақтар елін басқа ғаламшарға көшіріп жүрген екен. Адамдардан құлы басқанlar, олар енді
Atsız kuşaklar yasaldı. Büyümeni baktı. Eti çok kuşak bizden gelirse, onlardan işine kırıp alıp, elim güdeyin, zulümdüğün yasar jatırken değil. Anız boyunca. Ölümden bastav alıp, ölümge hıyatın özünün üstü tolgan, kayıptar, yesip gelet, mene bir büyülü okurulan, tıpını kayıptın üstünde, benim abam gelecek. Men nege жалғыз тастап кетесің, ба? Айналаның бәрі қатыгез болып кеткен. Кетейікші, апа, мені алып кетші. Не күндемейсің, апа? Биттен нәрсеге ренжитін болғансың. Қайран апа. Ертегілерімді сағындым. Ama karış benim kuşaklarım var. Ulan! Aktrisa! Benim aktrisa. Sulu ya. Anla dergen. Bizden oldu balası. Bulardım ben. Jaksı kuşaklarım. Lan menden oynayın. Tamaklanar mı? Ne güvnin baskası. Doktorcum. Yedim. Kayda gitmiyorsun. Doktorcum. Abla. Kayda varasın. Ben senin tasırmanın orundayalmadım. Orundadım. Kendi biraz orundayalmadım. Gitmiş abla. Kayda varasın abla. Ama daim abla. Doktor çapa. Bayağıda dünya kalan yaratılmayı duranda adam havana şunaktan söyledik. Ol жерде жақсы. Anlataqlan adam havananı öte жақсы көреді. Соны қызғанған да біліс. Bir күні adam havanada бидайдың bir дәнін ортасынан қат көріп, жегісін қойды. Бидайдың ортасының тілік болатыны содан дейтін апа. Содан дәрет қысқан адам хавана қайта жазымдарын кейін жүргенін Алла Тағала біледі. Жерге қоныс аударып жерген екен. Ол кезде жер бетінде тіршілік жоқ. Тек бәрі мұзға құлап жатады екен. Мұзға түскен адам атаның хауана тоңған соң бір-біріне жақындап жылынған дейді. Содан бастап
Yer beti adam zat payda olgan ekan. Mene endi жалгыз калдык. Кайра ушактарым. Bala кезинде boyumның өспеген, санамның есейбеген, ата-анамның қартаймағанын тілеп, бір Аллаға жалбарған. Ол кезде іштегенім байырына бармасам да бақыт дедім. Құлжап топырақ қалбап, жаурап келіп, апамның қамзолының ішіне жаураған аяғын тығып, ұйықтап жатқан мен үшін мына қоғамның ғажайыбының құны бір тиын болатын. Endi işlemi yok. Yüksekler bana varsınlar. Ha, sen olsun ne kelsin koyayım. Olsun ne kelsin koyayım. Benim ömrümde alışverip varıp tutkanma sensin. Ben de günahı sensin. Sen günahı. Sen. Senin alaya kakende bile durasakın kalaya gelsin bergen dönüye kaldım. Bu işte benim ayttık, bana kelisimizni berseniz oldu. Sizin kuşaklarınızla tek Kazakistan'ın anmet, bu gülelerinin o babalarım oynaydı bana. Siz olduk bir et çatsam, aklınızı tarihte altına erken canım kaldırasın dedim. Atanın bazı kaldık tarihte. Ne? Senin özün çok vallahi gekende bile duramayın sakan. Yüreğimden bulup durup, eldiyle 18 kuruşa kazak dedim. Benden bir ötün 18 kuruşa kapar yüreğimin meyrinden saldım. Şu kuşakların ben cesat olsana ötküzgünle geçseydi bana ne istedim? Öndemeysin ha? Rus, ötkünü sildekin ha? Kuşaklar bizlerin cesat olganın değil, sen benim asına çıkın, it değil, bırak kul çıktın. Senin ayarlarına şılayanmayıp, toxtamayışıp, ayakta salgın kettim. Hacını üstüm ettim. Ministr oldum. O кезде benim cevkasındaki halimle, aklımın balabanlarından yakıp alamayın. Ben ayakta salgın ketkene gelip, bu kızın alıp alıp benim eğilime düştü. Ayrılık oldu. Bu yerde kaderestim. Cadı sevilerinden beni alıp gereke. Beni olan demek beni alıp gereke. Kaderestim. Kaderestim. Türmenin şu үйге қайтып келе жатқан бетім restoranның 9 қабатты үйдің қасына жақындай бергенде ол үйден өрт шығып жатқан. Адамдардың бәрі сонда жүгірді, өрттеген аспанға лаулап атылып жатыр. Жақындап барып қарасам, өрт менің үйімнен шығып жатыр. Балконда әйеліммен балаларым қолдырып бұлғап шығып кетті. Alayınızda adamlar tükürüp dur. Örtteki dolap asfalta çarpıp yatır. Ne dedi onların kutları boyuma da gelme iyi dayanıp tüküremezdim. Bir gece görsüm olmadan bölmeden gaz dolan ülkün balon. Joykun yarılsın. Yarılda. Asfalta Allah düştü. Benim balkondaki elimin ballarının etin. Bıçlı çıkar asmanda. Şaşırdım. Şartlı deniz şu, balanın sulbası benim aldıma kulağa dönüyor. Kulağım karışam, basmayacağız yok.
Aslında canlısı kanayan gözü müldürüp bağıtlar yaptı. Gözüne yaş ana vereyim. Süttü. Ah! Süttü. Allah! Süttü. Allah! Beni tokladıklar! Kurkut ettiler evet! Unuttuk sen! Ben de sen de! Unuttuk sen dersin de! Oy bay! Adam bak bol çocuk olmak değil. Adam ayıkan. Balımın basın gitmiş. Tabii ki doğru. Balımın denesi basın gitmiş. Ayağım tutuyor. Biraz açıyor. Özledim dolaşalım. Şaşıldan demesin Cenab-ı Hak. Benim sağam bildim. Şimdi Allah'ım ki. Öyle şimdi benim ballarımın eğilimin nadırına yaşadı. Kaçsın yok. Müziğimiz başkalardan dostum vardır. Koşma yesin deme. Kayboşma geçmeyin. Işığımız altında bir göstü koy. Sen bana kesin gözümüşün olur. Son ilk nesimi biz koşmaya gömden kadar dayanacak. Kendisini baktı der, der buldum. Avuklu kimin kadar senin maktandı, bizim ondan çıkandı. Bırak senin gözüm şimdiki ömrümü mutlandı. Koşmaya gömüze çeken tayağını ömrümü mutlandı. Eskide mi koşmayın? 8. sınıfta mı okuyordun babası benim? Kanmayacaksın. Sonunda babanın boyundan bir ballarının töbülüyorsun. Karnına armatür edip ama bu kanada mı yapacak? Sen otacasın. Ayta geleceğim mi? Ayta! Ağzını kapanmaz! Ayta! Sen ota elsiz yasadın! Elsiz yasadın! Yüzün çalacağınızda soğukta şıkan balasının işin altında nereyinde sütü koşmayı böyle kıyamıyım o. Ne soğuk geldi. Anlatanla yıkımını da ömrüme gerek. Kandayacaksın bana. Alçal babanın denesinmeydin. Aşk karalanda. Şimdi armatuma girgen şeyi bütün onun işte ne diyor bakın. Siyeceksin desin. Aytan. Dost. Ben bir yok yok. Sen koşmayla gereksin. Babanın son yürüyün satıp al. Kesin ol. Satırına gelsin. Satırına gelsin. Sen çünkü yektim oldun. Baydın. Cana doğan sevgilerinin değilsin. Kaç konularında da benim müjdelerimi satıp baydın. Baydın. Yektim oldun.
Sodan keyin sen Avrupa'nın başka tende köp oturumdan istim oldun. Ha? İstim oldun. $1 milyon ben para tutaldım. Türk'üm ben sulap seni sottalan! Sottalan dedi. Sottalan dedi. Biz ne sottalamayız? Sul kalkışma bizde senin sevgilisinde 10 çoğundurdu. Egiz kızım болады. Сол бір күнде саған қасасынан бір ұлаға кеткен. Bir ay деп таппады. Bir күні түнде ит бір күнде далаға шықсаң, босағаңда іліп тұрған екі қызыңның денесі көрді. Сөйтіп сен адамдарға жасаған қиянатың үшін екі қызыңның екі сәлиң мектепте сәлиң өміріменен жауап бердің. Ал әйелің болса, екі қызыңды істеп жүріп, қандырып жүріп, далада біреудің қолынан өлді. Ал сен 80-ден асқан шешеңе оқу бақпа, жалғыз қал. Осының бәріне шыраған сенің дінің қатты екен. Екеуміз арада кездестік. Адамдардың өмірі бір-бірімен байланысқан толысық. Оны тағдырлар толысы дейді. Жанұяның бір адамын өлтірдім. 200 сөйлемді. Олар 300 сөйлемді. Бала кезде бүтіп болды. Қазір бәрі жарым. Ондай маған армандарына ақыл болған мақсаттарына чылау дейін, көшесті көздеп. Олардың көргендері күн емес. Олардың осымен естейін, олардың естіген кезде сай сүйегің зырқырайды. Жанына қойырға жер таппайсың. Естейін, естімейін. Естейін, естімейін. Естейін, естімейін. Естімейін, естейін, естімейін. Жан-жағын қарауында қармау, жоқтау, қайғыру. Тек, өзіңізді ойлатыңыз. Тапқандай ағаңызды үйге тасып жатырмыз. Мен деген асқан идеядан асқан таптар, осындай ұлы идеямен уланған ұрпақтар қалай? Қасына жағын маған жаңа шарқамнан баққандай болады. Ал бұлай шыға береді. Сылқ етіп күлкі көздей өкіреді. Бетіңе шындық айтпай, қаған еріште күлкідейтін өлексеге итмекте жүр көрем. Итмекте жүр көрем. Біздің ауылда Қасқалдақ деген құс болды. Түсі қара келген, басында аппақ, жүні бар, үйрек кеткесі құс. Сол қыс жаз айларында өзенің жағасында қамыстың арасында ұя салады. Біз балалар болып сонда барамыз. Балапандар бізді көрген кезде бізден қорқып, суға сүңгіп кетеді. Кішкентай бала болғаннан кейін олар көп түсе алмайды, қайттан бастап шығарып, сол кезде шап беріп ұстап алады.
Сөйтіп шешесін бақылдатып жүріп, 10 шақты балапан ұстап алып, үйге келіп жүгірдім. Үйге келіп, шешеме көз өтсем, шешем әбден ұрысты. Амандасады! Жоқ қайтадан өзенге қарай шығарды. Жүгіріп келем, қаз қарайып қалған қараңғы түскенде, орта жолға келгенде үрейіп жүріп, қорыққаннан балапандатып қоя бере салды. Онсызда бақытсыз жазушының önüne себепкер болды. Бәрін өлтірдім. Қыбырлағаның бәріне зияным тиді. Балалар бәріміз әлгі тышқандар деген дене су құйып, басын қылтып шыға беретін дейді аяқпен бір беріп шешмей қалдыратынбыз. Сосын оның тіріне ұстап алып, екі аяғынан төрт аяғынан тартқан кезде қалбылақтап қалам өліп қалады. Әкем діндар болмаса да маған бір Құранды оқып үйреткен. Ауылдың балалар бәрін жиналып аламыз да, ауылдың шетіне барып, кішкентай топырақтан үй құйып, басына ағашан шықпай, ауылда тірі жүрген адамдардың атын атап, Құран бағыштайтын. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâlîn. Oy, tutturup olsun da. Kızlar gelin. Çok da ayda. Başkaları körşüleri bolup kömüreydi. Oyunu tutturup olsun da. Keşke değil. Keşke değil. Yeriniz getirin. Ayağımı çırptırın. Karnımızın içinde kas kurulup. Hatta sineğimiz katıp. Keşke yuva kayıtkan buzağlarından birge biz de yuva kayıtladığımız. Allah'ım bayılsın. Burası türüp, juğundurıp, şomundurıp, kasını alıp жатады. Сонда неше ерте келеді. Ал төр жақта өмірі бала еркелетіп көрмеген, асын көргеннен бүркеп алып ұйықтайтын әкем жатады. Менің апамның әкем жайында әңгімелері қызық еді. Апамның айтуынша менің атам анама ат берген адам болды. Біздің үйдің төбесінде мына қос ауыз мылтық жатады. Бұл атамдікі екен. Атам маған мирас ретінде әкеме табыстады. Әкем маған берді. Bir günü әкем бандықтан келе жатып, жолдан тұра қашқан бір қоян атып кеп қалса, оқ тесіп кеткен ішінен шарана көзектері шығып, шипырлап жатқанын көріп әкем аңшылықты тастап кетіп. Шешемнің айтысына қарағанда мен қыс кезінде соғым кезінде ауылдың сыртында қоршауда тұрған жылқыларға шекпедім. Құрттан үріккен айғыр басыма теуіп кетіпті. Содан ес-адам болып қалған мені апам мен әкемнің апармаған жері жоқ. Біздің ауылдың орталықтың арасы біраз жер адамдар жаяу жүреді. Мені апам мен әкем кезек-кезек көтеріп алып барып, күні бойы кірмеген есік жоқ. Содан қайтып келген әдесімде. Мен апамның арқасында жабысып келеді. Олар кезек-кезек көтеріп келеді. Bir gece артында келе әкем темекісінің тұқылын жартылай сөріп болған ең қарға лақтырып жіберді. Мына бала өліп қалсаң айтамыз. Апам тоқтап қалып төмен жоқ. Мен арғы аяқ қатуған алға қарай жүре бердім. Ал мен апамның арқасында жатып, енді қалай өлетінін жайлы ойлап келемін. Bir zaman küt noktayı kaldı. Ölmeyin dedi. Үйдің ішіндегі сығырайған кірәсін жанын жарғаны қарап отыр. Kameramdayım. Başını koydum. Böyle orada terizeye gitmemeyse sarıldı düştü. Elimde çekip varsam terizeye karabatı bana tıklar mı? Ben karabatı kolumu ısırttım.
konuşattılar. Ulan kaçırken. Bir baktırken. Bütün bunlar basro, oluşo, ayağı çok konuşatlar. Konuşat taslayadı. İyiydim zaten, iyiydim. Konuşatlar tavukları, iyiydim. Bir gözlerle adamlar olan hırt koydu. Konuşatlarla Allah canım asladı. Onların içlerine bir tutup konuşattık bakanlara da. Şimdi sunucusunda nedeni tutması gördüm. Sonra kayda, arkada kayıp kendime soldan yeri bir. Bir kez de karasam aynı adam. Ruzenin çakasında dur. Ama Ruzenin ismi yana kuşaklıdan şovumuzun belki bir ismi. Ondan önce bana karışımıydı. Onların karşısında yana kuşaklıyız. Beni görüp benim var şaklı. Sen neymiş ben? Bileyim. Hadi kalk bakayım. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin korkasını yok. Kudretli vakit yakında gazeteleştirdim ben korkumu böyle. Sürekli bir olmuş sabahlara bir de o kanat kaynama başladı. Yani kasıdan kızlarda sabahlar kanatlı böyle kız kaynağı kanatlarını sabahlar aslanla kuşamaktan ben Turacı vurdum. Oğlum stop bir de çıkıp gel. Hani uşak kız benim tümümde yakaydan mı da? Anam! Yıldızlar dağlar ay. Hoştu belki. Oğlum da tek 2 gün kavrulsun bana. Ölgün adam zirlet gördüğümüzde bizim zatta can bir kudru var. Kır bazı çocuklar geçilerinden suğa mamluktu. Neydi? Kırmızı. Yaratkanın kudretin yarattısından istedim. O kimmin ne? Kimmin? Bu ömürge kelimin ketideki maksadım ne? Kimmin ben? Kimmin? Kimmin? Yasamda sevdiğim kollarının yazılan takdir yasamda binde ülkem kesilmeydi. Öldüm bağını toplana vakit kaydalana şimdi kaydalana elimi sürdü. Bu son bilmedi. Bak bu
кезден көрген әлде көрген қаталардың мен қазіргі адамдардың бәрі жоғалту мен арбауға тұрады ересектердің өмірі Мамай! Мамай! Мамай тұрғанда жоғалтудан, қоштасудан, алду мен арбаудан тұратын сүргім келмей! Meni ko'rib tursang deb mаған nazar audarmagan шығарсың. Meni suretшінің көмекшісі кімге керек? Я, мен сол сен ойнаған спектакльдердің декорациясын мен жасадым. Я ол түсте қою суреттерді талантты кісі болады. Талай oyunları tavsiye edildi. O tuttu ıhlasına bölündü. O kısa spektakl değilse sahneye çıkıp görünmediler kayta. İyi seni bir kitle koyatın zaten. Annene. Bana engel mantıksız olamasın. Ben senin sonların rolünü ben sabah karşı Yaşanan deklarasyonun ben de senin sululuğunu kurtarım. Senin her bir söylediğin sözünü kurbanlıkından şahı dalatmıyor. Sadece gezde en naşar boylan koyunun özü kulpurut şığa gelesin. Senin tömrümdeki baklatı köşemeyenlerin ben için yere gelmek yoksun. Sen tiyatroda 40 gün gece çağırını seni görsökte oturan aktrisaların ben seni gördüm oradan karnıktır. Kalay değil seni görgen meydan alattım. Sen burada talant bu, cavuklık bu, canlar güldü. Gelecek kal gezde faksızlık güldüstük. Seni kurtamız degen kalay sulluk ben verdim. Rekalım ben dedim, ben vermedim. Ne verdim? Bazı kuştum önümde. Ölümden anlamadım. Mesela karşı, bırak o bizim benim eğilim yerim. Şimdi kupiyanın üstüne basırma hukum yok. Onu çıkarma bulmayın. Nakı uçaklarda işini, sağın degen makabatların bәрі tutkundağı tunçuktırılıp yatır. Onu жарыққа шығаруға болмайды. Егер ол жарыққа шығып кетсе, қасиетті өлі. Соңғы кезде сен кетіп қалуың еді. Сен менің көзімнен ішінде өмір сүруімді білесің бе? Еркектер көзіне сүйет деген рас. Ал сен сол көзімді тастап кеттің келіп. Жібермейін. Бос қалған бос көздерден қорқамын. Бос көздер, сұмдық емес пе, бос көздер. Айтуға ғана оңай, бос сөздер. Жібермейін, кешір. Сол күнгі спектакльде сен керемет түрлердің тіпті халықтыкен сен танымай қал. Қайта дуыл шапалақтап сен тіпті ойнауға да бір жауап бермейді. Ал сен құлпырып ойнай түстің. Бір кезде сахнаның ортасында табан биіктен арқамен түсетін сахнаң бар еді. Содан түсіп келеткен кезде сен оңбай құладың. Сахнаның сыртына қарап тұрған менің өкпе ауырды қолқасымен біреу жұлып алғандай болып, саған қарай ұмтылып едім
Koltuğu yaptı. Sen kulağına. Senin karşında var bir işin derdi var mı? Senin işin bel ortasından ortasın. Soğur, sessiz günden keyin seni sahnaga qaytıp olalanmadım. Ögülüp bultaldım. Biroq özüm oynagan spektakllerge teatrga kelip көрермендер залынан koyup toktaplar. Ayağımды сылтый басып келip 6-cı qatardağı 9-cı orunga barıp oturarmısın. Ben de var sol qatardağı 15-cı orunga oturarım. Sen öz spektaklini görüp oturup, gözünden burap jasalar. Ben onu görüp oturup parmağımı tisteleye verem. Gene tipti şuraya şırıkta ketip sürdüm. Senin kelip o spektaklini görüp oturatımda әріптестерімді біледі. Көркемдік кеңеске барып, осы spektaкльді алып тастайық işte. Талай рет арызданғанын да білемін. Сол күні сен тек ақсүйектер ғана киетін аппақ шляпаңды киіп, жаңбыр жауып тұрған уақытқа қарамай сол театрға келдің. Келдің де сол өзің үйреншікті, 6-cı қатардағы 8-ci орып отырдың, мен барып 14-cı қатарға отырдым. Сен бірақта қарап отырсың, спектакльдің ортасында таман бір нәрсені ішім бергендей болдың. Сәлден уақыттан кейін аузыңнан ақ көбік атып, қалшылдай бастадың. Жан-жағындағы көрермендердің бәрі таша бастады. Сұлудың алдында. Спектакль бітті. Сен біреулер алып кетті. Содан бастап сені ешкім көрмеді. Sen туралы ешкім естімеді. Театрда сендей актриса болғанын бәрі ұмытты. Атыңды да затыңды да ұмытты. Тіпті сендей актриса тұрмақ, сендей адам бар ек болғаны көрді. Ұмытылды. Мен жоқ болдым. Ал олар sen nenin kasında ekеніңді bilmeye kaldı. Ben seni özüm giydirdim, özüm tabaklandırdım, özüm. Hayır. Ben sana söylemeyi düşün. Ha? Senin bağlarından birine balkondan çarpıp gitmedin. Ha? Karışı yaşında kırmızı, sulu gençliklerden bilir düğünde jetip belirtmeyi mi öyle gittin? Ha? Ne? Babam kır. Babamdan günde gözü tağda incidi olur, ha? Çok oyun demez. Oyun ne? Oyun demez değil bunun ben. Ay, benim köyüm için daha dedi aklından arası de. Konsertlerini oynanan toktatmayın bok der. Ay gel, ay. Yani akıllının. Kop oklansan kop bilen. Kitaptın mesletini okumayı mesletten kazandırın oluyorsa akıllının. Ben ketsem de ölsem de ölümün büyüğünde ölüm. Kalı kadındı. Hayırlı olsun aldım.
Oyna ne olsun ben oyun işte. Bərimiz sindirdi, bərimiz koşaktı böyle. Olur mu soyun? Kaz rapam gelin. Kütüp oturun. Kalmayın Allah'ına böyle gidiyor. Bərimize koşaklar edin. Oy sorgulasın. Bana ne ulan? Ulan benden kalay söylüyorsun. Lan kuşaklar koy. Kuşaklar ben söylüyorsun odadan beni geliyorsun. Yok. Kuşaklar ben söylüyorsun odadan beni geliyorsun. Yok. Bak geldim ben. Yok. Nana bırakıyorsun. Hakikaten hakikaten kuşaklar. Kuşaklar en iyi. Olacakta ömür baska. Olacakta sen baska. Olacakta il baska. Ben bir sefer gideyim. Korkmanı da sulamıştır. Senin işlerin ben de korku söylemeden. Kutup söylemeden. Öyle midir? Korkudan. Benim kuşaklar eline gideriz. Gideriz. Kustağım yüzümü kanadım var konuştun cananım var seni oğlum gelirim seni oğlum ben ömürden kıvırsız yanadım var anasını koymayacak, Oğuz'a doyuracaklar. Seni yüzünün ömürde kaydamastan bile. Ben hazır, alayım gideyim, gezindeyim. Gönlümez, sırtımdayım, gözümdeyim. Tas talsa, gülüyorsun ki, tek dönüyorum. Neşni canım sağ aktardı. Sırın yok sırttan elgi baykanmağa. Kezim yok şındır gitti aydanmağa. Çok kendim yaşım kere gelir. Kere kovulur. Şeytanlara. Degin ahının ölüğü bana orada verin. Olmay usta o sömürden alsın ömür teketti. Ama var kaldı. Sonunda adamzat ben birge gelgen soğuk adam dedi. Çok olan. Oynadığım içinde bana. O da var korkumda. Kanımcakta gideriz. Kuşaklar elinde gideriz ben. Özüm giderim ben. Özüm giderim. Nizim Canan, nizim giderim. Kaçaktım. Ben özüm giderim. Gözümde can kızıyordum, sen tapadın. Acan, kuşkum gerek. Kas gereğinin terleginin. Tozmanın bir şaşaktı. Tavuk mili kandağının. Osman'ın bir şaşaktı. Gençliğin sinirinin. O sozman beni şaşattı. Aramı bir cennetledim.
озғаны мені шаршатты. Арау, көбелек. Қыз сорының намысын тапталғаны шаршатты. Хас өнердің озбасының жатталғаны шаршатты. Әлжуазден құдіреттің атталғаны шаршатты. Жарық көрмей ақыл ойдың сотталғаны шаршатты. Арау, шум келе. Кемелерді кешчелердің қорлағаны шаршатты. Шынмейірді жендеттердің зорлағаны шаршатты. Бұлқынғаны буындырып, торлағаны шаршатты. Ең басты қой дейті бір қожаның болмағаны шаршатты. Ажал өзім кінәлі, мен өзімнен таптым. Тек шындық деген шырғаған қағидамен өмір сүрдім. Тыныштық бермеді, тіршілігімді бұзды. Ақыры өзіме өзім үкім шығардым. Gülerse bir de ben de gidip bırakayım. Görmedim. Sabır saklayın. Қазақстан Республикасы Президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Балаева Аида Ғалымқызының құттықтауын осында Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының басшысы Садықов Нұрлан Ерболатұлы Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Ғалымқызының арнайы құттықтауы бар. Сол құттықтауын маған таныстырған. Соны қысқа ғана сіздерге оқып берейін. Рұқсат етсеңіз. Тұңғышбай Қадырұлы, сізді 70 жасқа толған мерейлі тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз бүкіл саналы ғұмырыңызды еліміздің театр, кино өнерін өркендетуге арнап келесіз. Халқыңызға өнердің нағыз майталманы ретінде танылдыңыз. Ұлттық және әлемдік әдебиет жауһарларының желісі бойынша қойылған драмаларда, кинофильмдерде сіз сомдаған образдар әлеуметтік мінездемесінің дәлдігімен әрі сыртқы кескін келбетінің айқын шешімін табуымен ерекшеленеді. Жүрегіңізді тербеп, шабыт болып шыққан туындыларыңыз әрдайым көрерменнің шынайы ілтипатына бөленіп, үздік қойылымдар қатарынан орын алуда. Алдағы уақытта да жоғары парасатыңыз бен адамгершілік қасиетіңізді тұғыр етіп, рухыңыз өшпей ұлт өнеріне адал қызмет ете беріңіз. Сізге осындай мерейлі күнде зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға баянды бақыт тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Ғалымқызы.
bana. Özüktün